Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге үйде осындай кекс пісіретін ыдыс болмаған жағдайда жай ғана кружкаға немесе кесеге кекс пісіріп үйрететін боламын. Өте жұмсақ және де дәмді үгітіліп тұратын кексті менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны мұқият соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаның белгісін все дегенге басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен айранымызға осындай ас содасын қосып, жақсылап араластырып, бір бұрышқа қойып қоямыз. Біздің айран мен ас содасы өзара реакцияға түседі. Енді ұнымызға разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырып, оны да бір бұрышқа қойып қоямыз. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Енді жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл кекстар бізде өте тез дайын болады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де өте жұмсақ болып шығады. Барлық заттары қолжетімді, барлық үйден табылады деп ойлаймын. Енді осы қоспамызға сұйық майымызды қосып, біріккенге дейін араластырамыз. Жақсылап біріктіріп алғаннан кейін айранымызды қосамыз. Байқасаңыздар, айранымыз реакцияға түсіп 2 есеге дейін көтерілген. Менің қолданған айраным домашний айран. Егер де сіздерде дүкеннің айраны болатын болса, онда оның құрамы өзгеруі мүмкін. Себебі менде үй жағдайында дайындалған айран қою болғандықтан, онды да мөлшерінен аз қостым. Егер де сіздер дүкеннің айранын алатын болсаңыздар, ұнды кішкене қоюланғанға дейін қосасыздар. Мінекей, біз енді ұнымызды қосып, жұмсақ қамырымызды дайындап жатырмыз. Ал достар, сіздер менің арнама келген алғашқы оқырманым болсаңыздар, онда осы қазақша контентті каналдың дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, және де жақын достарыңызға видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы әлеуметтік желілерде бөлісулеріңізді сұраймын. Баршаңызға рахмет. Мінекей, біз ұнымызды қосып алғаннан кейін мейізімізді қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Барлығын қосып алғаннан кейін қамырымыз осындай қоймалжың болады. Өте қатты сұйық және де өте қатты қою болмауы керек. Мен осындай кружкаларды пайдаландым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша кесеге жасасаңыздар да болады. Ешқандай шытынамайды, сынбайды. Барлығын осылай сұйық маймен алдын ала майлап аламыз. Енді майлап алған ыдысымызға 3 немесе 2 ас қасықтан біздің қамырымызды құйып шығамыз. Дәл осы кезде алдын ала пешімізді қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 35-40 минутта пісіп шығады. Пісіп шыққанын өзіңіздің пештеріңіздің қысымына қарап көресіздер. Менде смек пеші, сондықтан менде 40 минутта пісіп шықты. Егер де сіздерде әсел пеші болатын болса, 35 минутта пісіп шығады. Себебі әсел пешінің ара қашықтығы өте бір-біріне жақын орналасқан. Мінекей, біз осылай духовкаға салып, жақсылап пісіріп аламыз. Мен асты үсті режимінде пісірдім, 5 конвекция. Мінекей, біздің кекстеріміз толықтай пісіп шықты. Пісіп шыққандығын ағаш таяқшамен тексеріп көрсеңіздер де болады. Өте жұмсақ, нәзік және де осылай ыдысынан өте тез алынады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерде силиконовый форма болмаса, дәл осылай да жасап көрсеңіздер болады. Ал достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда осы қазақша контентті каналдың өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қосып каналға тіркеле отырыңыздар. Мінекей, силиконовый форманың формасымен бірдей болып шығады. Іші осындай жұмсақ, үгітілмелі, нәзік болып шығады. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.